Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы зерттеудің әдіс тәсілдері. Жоспар бойынша академиялық адалдық түсінігі, антиплагиат мәселесі, плагиаттан сақтану жолдары, авторлық құқық мәселесі қарастырылатын болады. Мәтінде басқа адамдардың жұмыстарын пайдаланған кезде сіз қандай да материалды немесе идеяны қандай шығармалардан және қандай авторлардан алғаныңыз туралы дұрыс ақпарат беру өте маңызды. Мұны халықаралық академиялық конвенцияларға сәйкес жасай алмау сіздің жұмысыңызға қатысты айыптаулардың ең маңыздысы плагиат айыптауын тудырады. Плагиат термині біреудің зияткерлік мүлкін ұрлауды білдіреді. Плагиат бұл авторлық құқықты көрсетпей-ақ басқа біреудің жұмысының үзінділерін немесе нәтижелерін көбейту, яғни оларды өз атынан ұсыну болып табылады. Көптеген мемлекеттердің заңнамасына сәйкес плагиат қылмыстық жауапкершілікке және авторға өтемақы төлеуге әкеп соғады. Академиялық ортада плагиат деп аталатын ең қатал түрлерінің бірі ретінде ерекшеленеді. Академиялық адалдық, есептеп шығару, жалған ақпарат беру және деректерді бұрмалау болып табылады. Қазіргі кезде көптеген білім алушылардың плагиаттық жөніндегі мағлұматтары аз болғандықтан, өздерінің плагиаттық нормаларын жиі бұзатынын байқай бермейді. Плагиаттық дегеніміз біреудің сөзін немесе ой-пікірін өз сөзі ретінде қолдану және ол өрескел заң бұзушылық болып табылады. Плагиаттықтан сақтану үшін қолданылған деректеріне және айтылған пікірлердің авторына сілтеме жасау маңызды. Кейде білім алушылар авторлардың кейбір сөздерін сәл ғана өзгертіп, плагиат ережесін сақтадым деп есептейді. Сондықтан да автор сөзін толықтай басқа мағыналас сөздермен алмастырып беру маңызды болып табылады. Ғылыми зерттеу жұмысын жазу барысында білім алушы өз ойын жазғаны дұрыс. Академиялық жазылым барысында білім алушы кітаптарды, газеттерді, ғылыми журналдарды, веб-сайттарды және өзге де материалдарды қолдануы мүмкін. Бірақ оларды плагиаттық жасамай өз еңбегінде қолдана білудің маңызы зор. Сонымен плагиаттық өзге адамның ойын немесе идеясын ұрлау және қолдану. Біреудің ойына, сөзіне сілтеме жасамай қолдану. Осы кезге дейін айтылған ойды немесе идеяны өз ойы ретінде беру бұл плагиаттық болып табылады. Плагиаттық көптеген елдерде өрескел заң бұзушылық болып табылады. Плагиат бойынша жауапқа тартылған жоғары оқу орнының оқытушылары ғылыми атағынан айырылып, жұмысынан шеттетілсе, білім алушылар оқудан шығарылған. Қазіргі таңда біздің елімізде де плагиаттықпен күресу жолдары қалыптасқан және заң бойынша жауапкершілікке тартылады. Әдетте жиі кездесетін плагиаттық түрлері шартты түрде мынандай топтарға бөлуге болады. Қасақана плагиаттық жасау, нақты сілтеме берместен өзгенің ойын немесе сөзін қолдану, өз-өзіне плагиаттық жасау, бұрын жазылған өз жұмысын рұқсатсыз қайта қолдану, тыныс белгілерді дұрыс қолданбай плагиаттық жасау, өзгелердің сөзін арнайы тыныс белгілерінсіз, яғни тырнақшасынсыз қолдану, абайсызда плагиаттық жасау, яғни материалдарға сілтеме беруді, тыныс белгілерді қоюды, парафразаларға сілтеме жасауды ұмытып кету. Плагиаттықтан сақтану жолдары. Плагиаттық жасамау жазып отырған тақырып туралы толық мәлімет алуға, ойды қорытындылауға, жүйелеуге, тақырыпты талдауға үлкен ықпалын тигізеді. Плагиаттықтан сақтану үшін өзге еңбектерден алынған басқа авторлардың сөзіне, оларға жасалған қорытындыға және парафразаға қашанда талапқа сай сілтеме берілуі қажет. Сол себепті плагиат жасамау үшін мына амалдарды орындаған абзал. Сілтеме жасау басқа бір автордың пікірін қолдану үшін үнемі сол авторға сілтеме жасауды ұмытпау керек.
Сілтеме дегеніміз өзге автордың ойын немесе сөзін алған әдебиетті, яғни материалды көрсету. Төл сөзді қолдану, мәтіннен керекті деген ақпаратты өзгертпей, сол күйінде тырнақшаға алу арқылы қолдану. Кейде бұл тура сілтеме жасау деп те аталынады. Парафраз жасау. Автор сөзін мағынасын сақтай отырып, өз сөзімен қайта жазып шығу. Қазақ тілі ережесі бойынша өзгенің сөзін мағынасын өзгертпей қайталау төлеу сөз деп аталады. Бұл әдіс білім алушы үшін өзге автор ойын толық түсінуге көмегін тигізеді. Қорытынды жасау. Бұл білім алушының оқыған, көрген немесе тыңдаған дәрісінің мазмұнын түсінгендігін көрсетеді. Бұл академиялық жұмыстың басты мақсаты. Ол үшін өзге автордың пікіріне сілтеме жасай отырып, еңбектің қысқаша мазмұнын беруге болады. Сонымен қатар өзге автордың сөзін тікелей қолдану барысында тыныс белгілерді дұрыс қолдану қажет. Зерттеу жұмысын жазуды бастамас бұрын тақырып жайында жазылған еңбектерге шолу жасау қажет. Сол себепті алдымен қажетті ғылыми әдебиеттер мен құжаттарды мұқият таңдап алып, оларды жүйелеп алу маңызды. Төл сөздерді қолдану кез келген ғылыми еңбекті жазу барысында қолданылатын әдістердің қатарына жатады. Төл сөздерді дұрыс қолдану автордың мақала жазып отырған тілді қаншалықты меңгеруіне тікелей байланысты. Сондай-ақ төл сөздерді қолдану барысында мыналарды меңгеру қажет. Төл сөз еш өзгеріске түспей қолданылуы қажет. Төл сөз тырнақшаға алынуы шарт. Төл сөздерді жиі қолданбау қажет. Төл сөз негізгі ойды қолдау үшін ғана беріліп, негізгі ойда берілмеуі қажет. Төл сөздің тілі анық, мазмұны нақты, шағын болуы тиіс. Төл сөздің авторы осы саланың беделді ғалымы болуы тиіс. Төл сөздің грамматикалық құрылымы автордың тілінің грамматикалық құрылымымен сай болуы тиіс. Төлеу сөз өзгенің мағынасын сақтай отырып қайта жазып шығу. Бұл академиялық жазылымда парафраз жасау деп аталады. Парафраз көлемі жағынан түпнұсқаға қарағанда кішірек болуы мүмкін. Парафразға да міндетті түрде сілтеме жасалып, ақпарат алынған бет көрсетіледі. Төл сөзге қарағанда төлеу сөзге айналдыру білім алушылар үшін біршама құнды болып табылады. Себебі өзгенің сөзін өз сөзіне айналдыру барысында ондағы ақпаратты білім алушы толықтай ой елегінен өткізеді. Сондықтан да парафраз жазба жұмысын кеңіне қолдануы тиіс. Бұл өз кезегінде жұмысты жоғары болуына септігін тигізеді. Парафраз жасау барысында мынандай жайттарды естен шығармау қажет. Өзге автордың сөзін өз сөзімен жазу барысында негізгі мағынасын өзгертіп алмау. Парафраз алынған дерек көздерге сілтеме жасауды ұмытпау. Парафраз сөйлемге немесе параграфке жасалуы мүмкін. Төл сөзді қолданғанның орнына парафраз жасауға тырысу. Қорытынды жасау, яғни қорытынды мәтінді оқу арқылы ондағы негізгі деген ойды ғана беруге бағытталады. Оның негізгі мақсаты бір автордың еңбегіндегі негізгі ойды ықшамдап өз сөзімен жеткізу. Бұл әдісті сөздік жағынан шектеу қойылған шағын еңбектер жазу барысында қолданған өте ыңғайлы. Мәселен, шағын эссені жазу барысында жиі қолданылады. Қорытынды мен парафраз жасаудың өзара ұқсастықтары бар. Екеуі де автор өзгенің сөзін өз сөзімен береді. Бірақ парафраз бір сөйлемді немесе параграфты төлеу сөзге айналдыруға негізделсе, қорытынды тек тұтас бір мәтіннің немесе тұтас бір беттегі негізгі ойды ғана беруге бағытталады. Сол себепті де қорытындыға сілтеме жасалғанда ақпарат алынған бет көрсетілмейді, тек әдебиетке сілтеме жасалынады. Қорытынды жасау барысында ескеретін жайттар. Мәтінді оқу барысында негізгі мәліметтерді белгілеп отыру. Мәтіннің негізгі идеясы мен тұжырымын бұзбай ықшамды пікір жазу. Тұжырымды негіздеу үшін мәтіннен идеяны қолдайтын мысал келтіру.
базасында 3.000